Саламатсыздар ма, құрметті әкелер мен балалар. Біздің номер 36-шы бүлдіршін бөбек жай бақшасына қош келдіңіздер. Бүлдіршін бөбек жай бақшасында бүгін біз қанталапай ойынын ойнамақшымыз. Біздің қанталапай ойынына заманауи көмекшіміз жасанды интеллект көмектесетін болады. Қанталапай ойынның ережесін жасанды интеллект Айбар айтып береді бізге. Сәлем достар, мен Айбармын. Бүгін сендердің ептіліктеріңді тексеремін. Мен сендерге қанталапай ережесін түсіндіріп берейін. Қазір хан асық шашылады. Қанталапай дегенде бәрің асық жинайсыңдар. Ойын шарты: үлкен сақаны ортаға шиіріп лақтырады. Талапай, талапай, шашылды асық. Қанталапай! Кәнеке, асықтар жинап алайық. Жарайсыңдар балалар. Қан асық бар екен, ақ жүректе. Ал ай жүректе қанша асық бар екен? 3 асық бар екен. Сенде қанша асық бар Жансерік? 5 асық бар екен, я? Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, біз қанталапай ойынның енді асық ату ойынын ойнап жіберейік, я? Қане қалай ату керек екенін мен сендерге көрсетейін. Оң аяқты алға қоямыз, қолымызға сақаны ұстап, дәлдеп тұрып атамыз. Көрдіңдер ме балалар? Осылай атып түсіруіміз керек. Қане ата ғой. Ой, жарайсың ақ жүрек. Келе ғой, енді өзіңнің атқан асықтарыңды ала ғой жинап. Қанша асық қуаттың сен? 3 асық қуаттың, я? Қане 3 асығыңды ала ғой қолына. Жарайсың ақ жүрек. Ал балақайлар, біз бүлдіршін бөбек жай бақшасында қанталапай ойынын қалай ойнайтынымызды әкелерімізге көрсетіп бердік, е балалар? Ал енді біздің әкелеріміз қандай ұлттық ойын түрлерін білетінін байқап көрейікші. Ал әкелер, мінекей біздің шеңбер бойында асықтар тұр, е? Осы асықтар астында ойындар жасырылған. Сол ойындардың атын атап, қалай ойнайтынын көрсетіп берулеріңіз керек. Қолдарыңызға осындай сақа беремін. Сақаны шиіріп лақтыра отырып, шық түссе, осы шық асықтың алып, астындағы ойынды ойнап көрсетіп бересіздер. Ойын шарты түсінікті ғой? Аха, олай болса, кәнеке ақжүректің әкесі асықты алып, лақтыра қойыңыз. Қандай түсті? Бөк асығы, я? Қандай ойын екен? Ләңгі ойыны жастың. Ләңгі ойын екен. Ал ақжүректің папасы орныңыздан тұрып, бізге ләңгі ойыны көрсетіп. Ой, жарайсыз. Кәнеке шапалап отыр, е? Жарайсыз ақжүректің әкесі. Ал енді айжүректің әкесін көрейікші. Кәнеке айжүректің әкесі сақаны ала қойыңыз, шиіріп лақтыра қойыңыз. Сізге қандай асық түсті? Маған шік суретіндегі асық түсті. Бұл асықтың астында 3 бас ойыны. Кәнеке атып көріңіз. Ой, жарайсыз. Мінеке бізде 3 бас ойында қараңдаршы балалар. Асықты қалай дәлдеп түсірді, я? Мен балалармен тағы да бір ойын ойнағым келіп тұр. Ол Теңге ілу ойыны. Шарты: кедергілер арасымен жүгіріп барып, тақтайша ішіндегі теңгелерді қармақшамен іліп алып, жинап шығу керек. Ал балақайлар, кәне ойынымызды бастап жіберейік. 1, 2, 3, кәнеке шабамыз. Жарайсың. Әлі бала ойынды. Әлі бала ойын. Ой, жарайсыңдар, кәне маған қарай шабам ойынды. Жарайсыңдар балдар. Өте керемет. Мінеке біздің бүгін қанталапай ойынымыз осымен аяқталды.